Баршаңа сәлем, кино шоу сүйер көрермен, арнамыздың кезекті шоу видеосын көруге дайындала беріңіз. Видеоны соңына дейін бірден көруді ұмытпаңыз. Ал біз бастайық. Бүгінгі фильмнің аты "Менің құпия миллиардерім" деп аталады. Басты рөлде Фера Оливетта атты жігіт. Жай жігіт емес, ол өте бай. Өмірінің көптеген бөлігін рахаттанумен өткізеді. Күні бойы қыздармен немесе қымбат автомобильдерді айдаумен қысықтайды. Сан-Францискоға келген Фера мұндағы өзінің компаниясының шаруаларына кірісіп кетеді. Лоренс атты қызметкерінің компанияның соңғы уақытта көрсеткіштері төмендеп, бірталай деңгейден түскенін естиді. Оның үстіне өздерінің бәсекелес компаниясы дамып жатыр екен. Лоренс Фераға бүгін іскерлік кездесуге баруды ұсынады, бірақ жігіт оның орнына кешке қыдырып кетеді. Бірақ қыдыруы ұзаққа созылмайды. Телефонына хабарласқан анасы оны тез арада Италияға келуін айтады. Себебі әкесі ауырып өлім аузында жатыр екен. Фера тез арада Италияға келеді. Әкесінің ендігі уақытта қалмағанын түсінген соң онымен қоштасады. Ал әкесінің ұлына бір өтініші бар екен. Біртүрлі естілгенімен әкесі ұлына бір айға басқа елге қарапайым адам кейпінде кетіп, сонда өмір сүру керектігін айтады. Не үшін деп сұраса жауап бермейді. Фера әкесінің бұл өтінішін орындауға уәде береді. Кейін қайта офиске келіп, Лоренске біраз уақытқа жоғалатындығын айтып кетеді. Жолай өзінің жүргізушісі Колтпен төлқұжат ауыстырады. Ал қарапайым адам кейпіндегі уақытын Нью-Йорк қаласында өткізуді шешеді. Ұшақта келе жатып бір күліп те алады. Себебі олардың жандарында отырған мазасыз жолаушы стюардесса қызға дөрекі сөйлеп, тиісінше қызда оны мазақ қылған болатын. Ұшақтан түскен Фераның қалтасында дым жоқ болғандықтан жолай кетіп бара жатқан көлікті тоқтатып мініп алады. Ал жаңағы ұшақтағы мазасыз жолаушы Кертис өзінің жеке көлігіне жайғасады. Ішінде Кертистің жеке қызметшісі мен компанияның істерімен айналысатын Диана отыр. Ал бұл уақытта қалаға жеткен Фера жай жүрмей жұмыстың қамына кірісіп жұмыс іздей бастады. Жолда тақтайшада жұмысшы сұратқан дүкенге келіп, мұндағы жердің бастығына жұмыс жайлы сұрайды. Бірақ дүкен иесі "біз жұмысшы таптық" деп өтірік айтып жібереді. Кешкісін барда Фера бір қызбен танысады, бірақ ол кеткен соң орнына толықтау келген қыз отырады. Онымен араласып Фера өзінің түнейтін орны жоқ екендігін айтады, ал толық қыз оны өзінің қазіргі үйіне әкеледі. Айтуынша үйде өзі және құрбысы бар. Фера толық қыздың қорылдағанына ұйықтай алмай, басқа бөлмеге барып ұйықтайын десе, оның құрбысы мұны көріп шошып жігітті үйден қуып шығады. Таңертең анасының үйіне бара жатқан Диана артына танымайтын бір жігіттің түскенін байқап, үйіне алды-артына қарамай жүгіріп келеді. Анасына осыны айтса, бұл қыз үйленбегендіктен анасы қызына өзі күйеу бала таңдап қоспақ екен. Ал түнде үйден қуылып кеткен саябақта ұйықтаған Фераның қарны ашады да хот-дог сатушысына барып тамақ алайын десе ақшасы жетпей қояды. Мұны байқаған сатушы жігіттен бір тиын алмай оған тегін тамағын береді. Рахметін айтып Фера газеттегі жұмыс хабарландыруларын қарай бастады. Бар оймен оқып отырған жігіт жай жылдамдықпен келе жатқан фургонды байқамай соғысып қалады. Ішінен шыққан Фред атты жігіт көліктен шығып, оның жағдайын сұрап, көлікке отырып су ішіп алуын сұрайды. Жұмысшы іздеген үйге барғанда күйеуімен әйелі ұрсып жатқанын байқады. Ал үй иесі Кертис екен. Кертис Ферамен сөйлесіп жұмыс жайымен келіскеннен соң кедірсін әйелі Фераға бүгінгі болатын кешке бармен болуын ұсынады. Кеш бітіп, барлығы тұрғаннан соң кедірсін әйелі ыдыс жуып жатқан Фераның жанынан шықпай қояды. Ал мұнда келген Кертис қызының Нэнсидің танымайтын біреумен билеп жүргенін көріп, Фераға бұл жігітті үйіне апарып тастауды бұйырады. Жолай көлік ішінде отырып Фера Лоренске хабарласып, компанияның жұмысшыларына сыйақы беруді тапсырады. Ал жұмысын бітіріп Кертистің үйіндегі бөлмеге келсе, оның әйелін көреді. Ал мұнда келе жатқан тағы бір адамды байқады. Келесі күні Фера Кертистің жұмысына барады, онда Диананы кезіктіреді. Оны танығанмен қыз өтірік Фераны танымағандай кейіп танытады. Ал Фераға Диананы қалаған жеріне жеткізуді тапсырады. Жолай тірліктерін бітіргеннен соң Диана Фераға өзінің алыс туысының жаназасына апаруды тапсырады. Онда барған екеуі күлкілерін әрең тыйып отырады. Шыққаннан соң кафеге барып әңгімелерін жібереді. Фера Диананың кезінде тұрмыста болып, кейін күйеуімен айырылғанын біледі. Ал кешке Фера оны үйіне жеткізіп қоштасады. Бұл екеуінің терезеден Диананың әке-шешесі қарап тұрған болатын. Келесі рет тағы жолығамыз деп жоспарлаған екеуінің кездесулерін Кертистің тапсырмасы құртады. Кездесу күнінде ол Дианаға квартира қарау тапсырмасын береді. Ал жанына Фераны ертеді, бірақ жігіт осының өзіне риза болып жүр. Келесі күні Кертистің офисіне Ниса келіп, Фераның үстіне жала жабады. Өткен жылы жігіт Нэнсидің бөлмесінде қуған үшін әңгімесіне өтірік қосып, Фера маған қырындады деп жұмыстан шығарады. Мұны естіген Диана өз еркімен жұмыстан кетеді. Айта кетсек, осы уақытқа дейін де Диана оны жеп көретін. Жұмыстан шыққан соң Дианаға Фера сол күні не болғанын түсіндіріп береді. Ол күні Кертистің әйелі де қызы да, тіпті Кертистің өзі де маған қырындап бөлмеме тығылған болатын дейді. Диана болса жігітке ата-анасымен кездесуді ұсынады.
Кешке Диананың үйінде отырған ата-анасы басқалар сияқты жігітті сұрақтың астына ала бастайды. Не істейсің, қайда жұмыс жасайсың деген секілді. Оның жұмыссыз екенін білгеннен соң мына жігіт біздің қызды қалай асырайды деп те ойланып қалады. жұптар қалада қыдырып жүр, екеуі де жұмысынан шықты. Ал Диана Фераға жақсы ұсыныс айтпақшы. Егер Фера оны қолдаса, бірге агенттік ашуды ұсынады. Кейін бірге кафеге келіп осы тақырыпты талқылайды. Диана өзінің бизнес жоспарын айтады. Фера болса осы жоспарға бірнеше тиімді шешімдерді қосады. Жоспарлар іске асып 2 аптадан соң агенттіктер жұмыс жасай бастады, ал бақыттан басы айналып саябақта қыдырып жүрген сәттерінде Фераға Лоренс хабарласады. Айтуынша, егер тез арада компанияға келмесе барлығынан айырылады екен. Фераға кету керек, ал Диана оның кетуін қаламайды. Кейін ол жақтан кету үшін сотқа барып өзінің Фера Оливетта екенін құжатта мақұлдайды. Ал кетер кезде Кертистің әйелі келіп оған жабысады. Ал Фера болса қаладан кетіп қалады. Офисте Диана ренжіп отыр. Өйткені ол Фераның не нөмірін, не қайда кеткенін білмейді. Бұл уақытта әкесінің тапсырмасының 30 күні біткен еді. Ал Фера анасына хабарласып әкесінің тапсырмасының не үшін екенін түсінгенін айтады. Кезінде ол бай кезінде оның барлық қыздар тек жағдайына қарап жақсы көреді, ал Диана болса оны қазіргі кедей қалпында ұнатты. Фера кейін қайта Диананың үйіне барады. Оны анасы ашулы түрде қарсы алады, ал Диана болса неге хабарласпадың деп ашуланады. Ал негізі ол хабарласты, тек анасы басып тастап отырған екен. Фера болса Диананы өзімен бірге Сан-Францискоға алып барады. Онда барғанда өзінің шын мәнінде кім екенін айтып, бұның барлығы әкесінің тапсырмасы екенін жеткізеді. Содан соң жігіт қызға сөз салып үйленеді. Осылай бүгінгі шоу соңына жетті. Досым, арнаға жазылып лайк басып кетуді ұмытпа, және де комментарияға өзіңнің кино жайлы ойыңды жазып кет. Ал енді амандықта жүздескенше.